Баршаларыңызға қайырлы күн. Өте керемет қыстық лечо салат дайындайтын боламыз. Өте оңай әрі дәмі керемет болып шығады. Барлығына ұнайтын салат. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Бізге пияз қажет. Осылай жіңішкелеп, жақсылап турап аласыздар. Енді бізге қызыл-жасыл болгарскийлер қажет. Жуып тазалап, артық дәндерін барлығын алып, видеода көрсетілгендей турайтын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінен көре аласыздар. Толықтай жазылған. Енді бізге помидор қажет. Мясорубкадан өткізетін боламыз. Соған ыңғайлы етіп турап аламыз. Өте дәмді салат болып шығады. Қыстың күнде нанмен жегенге. Енді барлығын осылай турап дайындап алдық. Және де бізге сәбіз қажет. Сәбізімізді күштен өткізіп аламыз. Енді мясорубкадан помидорларымызды өткізіп аламыз. Дайын болды. Барлығы дайын. Енді қазанымызды қыздырып, бізге 150 миллиграмдай пісте май қажет. Майымыз қызғаннан кейін барып салатын боламыз. Пиязымызды салып, жақсылап 2-3 минутте қуырасыздар. Сарғайғанша қатты күйіп кетпеуі қажет. Және де капуста. Капустаны жұмсарғанша қуырамыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Капустаны жақсылап қуырып алдық. Енді бізге сәбіз қажет. Сәбізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Сәбізіміз жұмсарып, кішкене басылуы қажет. Дайын болды. Енді қызыл-жасыл болгарскийлерімізді салып, барлығын толықтай араластырып, астына үстіне қарай жақсылап қуырып алатын боламыз. Осы болгарскийлерімізді 5-7 минутте қуырып аласыздар. Толықтай жақсылап араласу қажет. Енді мясорубкадан өткізген помидорымызды құйып, осылай араластырып аласыздар. Помидор астына қарай енуі қажет. Қатты мыжымай, осылай кішкене араластырып аласыздар. Енді бетін жауып, қайнағанша күтетін боламыз. Енді оға дейін дәмдеуіштерді дайындаймыз. Бізге укроп, әшшібұрыш, чеснок, уксус және де қарабұрыш, лавровый лист, тұз, құмшекер қажет. Енді осылай қайнап бұрқырап жатқан кезде 3 ас қасық тұзымызды саламыз. Дәміне қарай қоса бересіздер, қандай мөлшерде жасап жатқаныңызға қарай. Енді құмшекерімізді саламыз. 3 ас қасық. Суытып дәмін көресіздер. Суыған кезде дәмі білінеді. Енді бізге уксус қажет. 2 чайный ложка қостым. 7% немесе 9% қолданасыздар. Және де қызыл әшші бұрыштарымызды 1 немесе қатты әшші болған қаласаңыздар 2-3 туп қосасыздар. Және де осындай бүтін қара бұрыштарымызды салдым. Лавровый лист, егер сіздерге ұнамаса, қоспасаңыздар да болады. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қатты мыжымай, даққа осылай кішкене ғана араластырасыздар. Баяу отта осылай 20 минутта қайнатып аласыздар. Чеснокты қазір қосып жүрмеңіздер, өйткені чеснок пісіп, дәмі болмай кетеді. Бетін жауып, енді 20 минутта қайнататын боламыз. Қайнап болды. Енді чесногымызды саламыз. Және де 1 бума укроп қостым. 1 бума петрушка қоссаңыздар да болады. Мен тек қана укроп қостым. Енді тағы да кішкене араластырып аламыз. Өте керемет дәмді салат болып шығады. Менікі қою болып шығады. Егер сізде сәл сұйықтау болған қаласаңыздар, тағы да 1-2 кило помидор шегіп қоссаңыздар болады. Помидор қосатын кезде
Енді бетін жауып, тағы 20 минут қайнатамыз. 20 минуттан кейін осылай шықты, өте әдемі болып, иісі де керемет болып, осы кезде дәмін көресіздер. Менде барлығы өте керемет болып шықты. Енді банкаларымызды, қақпағымызды парлап дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жақсылап парлап алыңыздар. Салат осылай шықты, өте керемет дәмді болып. Енді банкамызды жауатын боламыз. Банкамызды жақсылап парлап алдық. Енді даққа ішіне құятын боламыз. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Күнде жаңа рецептер шығады. Және де менің каналымда басқа да түрлі банкалардың рецептері бар. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.